Ағасы жоқ, алтын күміс қолдағы, өзің едің, әке үйдің зор бағы, жарық берер, күніміздей көктегі, болушы едің жанымыздың қорғаны. Біздер үшін асқар едің шың асқақ, сенсіз қалды жанымызда тым ақсап. Жанарларды жәудіретіп мәңгілік, кеттің әке жанымыздан жырақтап. Жадымыздан өшпес мәңгі әкешім, анаға жар, ал біздерге әкесің. Немереде жиеншар мен жиенің, бәрі сені сағынуда әкешін. Шырақ едің, сәуле едің, ай едің, жаның толы мейірімге бай едің. Ілім білім тәрбиеге қаныққан, үлгі алар ер атына сай едің. Жанға бермес бір туарым еренім, жар едің ғой, әке едің, ер едің. Жан екем-ау, жанға батып жоқтығың, сабылумен сағынуда ел ерін. Сен кеткенде жанарларда жылаптым, жүрегіміз кетті сынып баурап мұң. Жан әкешім, жаның болғай әрқашан, ең ерекше ақ төрінен жұмақтың. Әкеміздің аты Сағитұлы Бекболат. 1947 жылдың 2 сәуірінде Қызылту ауылында дүниеге келген. Руы Керей, әкесінің аты Жұманұлы Сағит, ал анасы Сүлеймен қызы Рабиға. Отбасының жалғыз ғана баласы болғандықтан өте ерке болып өскен. Сол жерде өсіп, өніп, 18 жасында Архангельск қаласында морской флотта 3 жыл қатарынан әскери борышын өтейді. Әскерден оралған бетте көзіне анамыз түсіп, оны Семейге оқуға жол жүрем деп жүрген жерінен алып қашып, өзіне жарасымда жар қылады. Анамыздың аты Әйтім қызы Орынжан. 7 балалы отбасында туған. Әкесі Тұрсынбайұлы Әйтім, анасы Көшен қызы Қайша. 1969 жылдан бері жұптары жарасып, 5 баланы дүниеге әкелді. Үлкені Гүлмира 1970 жылдың 16 шілдесінде туған. Әжесінің ерке қызы болып өскен қыз. Бүгінгі күні өзі де 2 жиеннің нағашы әжесі. Тұрмыс құрып, 2 ұл 1 қыздың анасы атанып, 1 үйдің отанасы болып отыр. Одан кейінгісі Қарлығаш 1971 жылдың 15 желтоқсанында туған. Ол атасының еркесі болып өскен. Кішкентайынан атасы бұл қыз директор болады деп айтып кеткен екен. Атасының тілегі болды ма, бүгінде өз кәсібін домалатып, жақындарына тірек болып жүр. Содан кейінгісі Назгүл 1973 жылдың 22 қыркүйегінде туған. Қос әкпесінің артынан ерген нәзік қызды әкесі Сары қызым деп еркелеткен. Бүгінде 1 ұл 2 қыздың анасы, 1 жиеннің әжесі. 3 қыздан кейін шекесі торсықтай көптен күткен ұл Марат 1976 жылдың 7 шілдесінде дүние есігін ашады. Сол күні әкеміздің қуанышында шек болмайды. Бақыттан бас айналып, бүкіл ауылға той жасайды. Бүгінде үлкен шаңыраққа ие болып отыр. 1 ұл, 1 қыздың әкесі. 1984 жылдың 27 желтоқсанында Венера атты қыз туады. Ата-анасының кенжесі, әкесінің ерке қызы болып өскен ол, бүгінгі күні әкесінің аманаты анасына күтім жасап отыр. 5 баланың 5-еуіне де жақсы тәрбие беріп, оқытты, тоқытты. Ешкімнен кем болмасын деп, 1994 жылы ауылдан Екібастұз қаласына да қоныс аударады. Қызын қияға, ұлын ұяға аттандырды. Қалған өмірін жиен немерелеріне арнады. Зейнетке шыққанымен, бейнетке бізді қимай, жылдар бойы бос отырмай, темір тұлпардың тізгінінде жүргізуші болып еңбек тапты. Тапқанын немере жиендеріне жұмсады, тәттілерін әперіп, апар деген жеріне апарып, әкеліп жүрді. Соның бәрі ұлым аман болса, қызым аман болса, осылар
адам болса деп жүрді. 5 жыл өтті, асқар тауым құлағалы, 5 жыл өтті, анамыз деп жылағалы. Әр күніміз сағынышпен өткенімен, жүрегіміз әке деп соғады әлі. Тәрбиеңді көріп өстік жасымнан, ешкім сендей сипамаған басымнан. Түсін алмай, қалдық әке артыңда, кетуіңде болдау бізге тосыннан. Алла салда басымызға сынақты, жиі ес қалсын деп пе жылатты. Қайғысымен қызығы көп өмір-ай, бірде көтеріп, бірде жығып құлатты. Сол енді балаларыма бәрі сендерге бақыт тілеймін, өмір тілеймін. Біз енді аз да болсын жасарымызды жасадық қой. Жақсылықты да көрдік, жамандықты да көрдік. Сендер бақытты болыңдар. Сендер үгірді шүгірлер. Ойлаған ойдарыңа жетіңдер. Бастарың аман болсын, бақытты болыңдар.